Бірінші деңгейде сіздер подсознаниемен сөйлесу әдістемесін алдыңыздар. Ол әдістемелерді әр адам әртүрлі жеткізіп жатыр. Тренерлар алып, трансформациясын жасап, үйге жібереді. Оған 50-60 мың теңге алады, иә. Кімде-кім біреулеріңіз білет шығарсыздар, одан да көп алатындар бар. 3 айлық курстарда осы подсознаниемен сөйлесу деген әдістемелерді 3 ай бойы үйрететін адамдар да бар. Ол тренерлардың барлығы, тренингтердің барлығы тоже көп ақшаны қажет етеді. Ал сіздер осы инстаграмда, осы менімен бірге сондай құнды бағалы информацияны алдыңыздар. Қолдарыңыздан келді, тез сөйлесіп кеттіңіздер. Ендігі сіздің тапсырмаңыз өмірде күнделікті соны қолдану. Прям үйреніп алыңыздар. Күнде бір нәрсені сұрайсыз, установкаңызды білесіз. И осы бірінші деңгейден сіз любой алдыңызда тұрған мақсатыңыз, цель, даже если проблема болып тұрса да, ол сіздің целіңіз шешу, неліктен ондай болды, не үшін маған керек болды, қандай выгодым бар, астында подсознанием нені қалап тұр, неге ол неден қорғап тұр деген сұрақтардың барлығын тез шығарып, тізіміңізді, установкаңызды оңай бетіңізге алып шығасыз, және оның енді не істеймін деген сұрақта болмайды, аласыз да қайтып өшіре аласыз, оның барлығы сіздің қолыңызда тұр. Бізге керемет мастер-кит құралы, ішіндегі роботтың дауысы ол сізді жетектейді. Жетектегенде сізбен біз келістік, подсознание бізге көмектесіп жатыр деп. Кейбіреулеріңіз онда жаңағы коуч көмектесіп тұр десеңіз де болады. Себебі Даша оның бәрін ескеріп, жеке адам, мысалға сіз даже психотерапевтке барсаңыз да біртүрлі жабық болуыңыз мүмкін. Адамның психикасы әртүрлі, әр адамның, Сіз шынымендегі астыңызда жатқан нәрсені айтқыңыз келмей жасыруыңыз мүмкін. Ал бұл жерде мастер-кит тура сізден басқа ешкім жоқ. Сіз ғана өзіңіз жазған нәрсеңіз сол жерде қалады, оны ешкім оқып атқан жоқ, ол жерге кіре алмайды. Сіз барлығынан жабықсыз. Сол үшін керемет құрал, сізді құттықтаймын. Тағы да бір айтқым келетін нәрсе, ол біздің бірінші деңгейдің соңында Даша Трутнева установкалары өмірде өзгере ма, қандай жолмен деген тақырыпты қозғады. Установкалар өзгермесе дейді, онда біздің өміріміз қалай болды? Кішкентай кезімізден солай түк өзгермей, ешқандай жаңа нәрсе болмай, сөйтіп өмір сүрер едік дейді. Біздер оның бәрін сіздер түсінесіздер. Установка кез келген жерден жиналады. Трансформацияны сізге кинотеатрдың өзі істеп береді. Эмоцияңыз көтеріліп, 1,5 сағаттың ішінде сол әлемге кіріп кетесіз, мысалға, и сол жердегі герой өткен неше түрлі ситуациялардың барлығынан өзіңіз өткендей, неосознанно неше түрлі вывод, установкалар жасап аласыз. Кітапқа да кіріп оқып кететін эмоциональный адам болсаңыз, тоже сол жердегі сіздің күшті геройыңыз не өтеді, соны сізде өтіп, өміріңізге әсер етіп жатсыз негізінде. Бірақ біз әрбіреуіміз білу керек, біздің мастер-кит құралы немен бағалы, неге оны шетелдің адамдары, Майкл Нобельдің өзі қатты қызығып, біздің супервайзеріміз болды да, жетекші, көмектесіп Дашаға. Потому что бұл өзіңіздің көзіңіз жетіп отыр. Бір установкаңызды өзгерту үшін сіз ақша жағынан болсын, тағы да басқа мынадай установкам бар, қайтып өзгерте аламын десеңіз, кітапты іздеуіңіз керек та, тура сол кітапты тауып алуыңыз керексіз. Мысалға, кинотеатрға барып, менің мынадай установкамды өзгертетін кино керек деп айта алмайсыз, мысалға. Әр установкаңызды өшіріп беру үшін әр коучқа күнде бара алмайсыз. Сол үшін мастер-киттің ең пайдалы жері ол сізді самостоятельно өзіңіздің өміріңізді реттеп, өзіңіздің өміріңізді құрып отыратын, осознанный керемет адамға айналдыратын құрал. Себебі екінші деңгейде бұйыртса бастаймыз, ол жерде тереңірек өтеді. Мысалға, установкаңыз страхқа қатысты болса, страхты әдейілеп бөлек істейтін жерлерін қарастырамыз.
обиданы қайтып тағы да қосымша қалай кетіруге болады, подсознаниемен қалай сөйлесіп кетіреміз, связь, мысалға баламен деген, мысалы уайымдай бересіз отыр, екінші деңгейге сіздерді шақырамын. Үшінші деңгейде, осы екінші деңгейде қатты тереңірек глубинный проработкалар істеген кезде өміріңіз тарс өзгереді. Сол кезде қорқып кетпес үшін, мысалға да, сондай үшінші деңгей соны қадағалайды. Ол да керек болады сізге, мысалға үшінші деңгейде. Төртінші деңгейді мен айттым өткенде, осы жасаған күшті проработкаларыңызды келген жаңағыдай новый измененияларды постоянно, стабильно қылу. 500 000-ді ұрып атсыз ба? 500 000 сізге стабильно келіп тұратын жағдайға жету. Соны істеп береді төртінші деңгей. Самооценкаңызды көтеріп береді. Бұрынғы жас балалық кезіңіз, жаңағы көзіңіз оттай жанған, ішіңізде энергияңыз тасып тұратын адам төртінші деңгейге келеді. Төртінші деңгейде тоже өте қызық. Бесінші деңгей ол вообще ол вообще біз жаңағыдай жаманды жақсыға бөлмейміз, минус плюс деген жоқ, богатый бедный деген жоқ, ауру не ауру емес деген жоқ. То есть оның ол білімдер өте терең болып келеді. Сол кезде әр адамның ішіндегі подсознаниясын сыйлайтын керемет адамға айналып, и жаңағы бұрын соңды, мысалға 100 установканы ұрып отыратын адам без тез түбінде не тұрған глубинный установка, глубинный тренажер дегендерді қолданып, мына 100 установканы үстінде ұстап тұрған астындағысы бар ғой, ең главный, соған қайтып жетеміз, сондай тренажерлар да бар. Сол үшін сіз бір отырып, сол глубинаны алып тастап, 100 установканы істемеуіңізге болады, потому что олар жаңағыдай беті құлап кетеді, бәрі ұстайтын жер болмағасында. Сондай деңгейге жеткізеді 5-ші деңгейде. Бұйыртса соның барлығына жетеміз. Сондықтан бірге болайық дегім келіп отыр, бірге 5-ке дейін барайық. Жаңа жыл келе жатыр, жаңа жылда осы білімдермен өмірімізді өзгертіп, и самое главное, өзгерістерді байқап отыру керек, бізге. Сол үшін жазып отырыңыздар. Сізге тапсырма: идеальная неделя, идеальный аптаны жазыңыз, дүйсенбіден бастап воскресеньеға дейін. И таңертеңнен бастап кешке дейін істеп жатсыз, сізде бүкіл әлемнің байлығы бар, немен айналысасыз, соны жазып қою керексіз екінші деңгейге өткенше. Іске сәт!